және менің денсаулығыма әсер етеді. Ол солай ма? Иә, қош көрдік. Негізінде психосоматика біздің рухымыздың денемізбен байланысы. Рухымызда болып жатқан нәрселердің бәрі денемізге әсер етеді. Сода көрінісін табады. Рухтың өзі көрінбейді ғой, бірақ рухымызда не болып жатқан дене арқылы көрінеді. Мысалы, тоқтың өзі көрінбейді, бірақ лампочкаларда көрінеді тоқ бар екен. Сол сияқты тоқта не болып жатыр, оны приборлар өлшеп көрсетеді. И біздің денеміз де сондай, рухымызда не болып жатыр, соны көрсетеді. Соның байланысын зерттейтін бұл жаңадан шыққан ғылым психосоматика деген. Бұны да новогерманский медицина дейді. И қазір осыған бет бұрып жатыр, жайлап. Көпшілік осының байланысын көргеннен кейін